Сәлеметсіздер ме? Қараңыздар, 201.416 теңге компаниядан түсті Сәуле апайға. Общий счеты 539. Бұл кісі Oriflame сыртында тағы да өзінің жұмыстары бар кісі. Сәуле апай бізде садикте тәрбиеші. Какие впечатления? Қазіргі уақытта мен бірақ еңбек демалысындамын. Негізі бұл менің екі жұмысымның еңбек ақысы. Тәрбиешіліктен басқа. Қыздар негізі еңбектенсең, еңбегің әрқашан бағаланады. Кім еңбектенсе, ешкім еңбектенбейді, жатқан адамға ақша аспаннан түспейді. Сондықтан мен негізі рас таңнан кешке дейін ол бір емес бірнеше жұмыс қатар жұмыс істеймін. Жаңа көрдіңіздер е, қаншалықты ақша тұрғанын. Оның бәрі менің жаңа жұмыс жасап отқанымның арқасында. Күні түні, иә, Сәуле апай? Күні түні, расымен. Мен негізі Oriflame'ға мысалы күнімнің өтірік айтпай-ақ бір сағаты ғана бөлінеді. бір сағаты. Ал енді бір 10 сағаты екінші жұмысымда онлайнда отырамын. Сонда 2 сағат жұмысымда қатар отырғанда, мен қараңыздар қазіргі таңда кімнің сол карточкасында редко болып жатады. 500-600 мың теңге ақша. $500,000. Сондықтан рас ол ешқайдан түспей, ең бастысы еңбек ету. Қорықпау, иә? Адам шақыру. Өте оңай келетін ақша. Рас қиналмайсың, ауыр ештеңе көтеріп жатқан жоқсың. Отыр, хабарлас. Негізі бұл жұмыстың енді кіріп ішінде кіріп түсініп отырмыз ғой. Бұл жерде өзінің ең жақындарынан баста. Саған кім сенеді? Сені кім қолдайды бұл жерде? Өз туыстарынан, жақындарынан баста. Бірінші бұл жерде онымен қатар, мысалы сіз оған жақсылық жасап отырсыз, еңбекке шығады, денсаулығын түзейді. Рас. Мысалы мен өте қуаныштымын. Өзімнің спонсорым Сымбатқа қуаныштымын, әрине. Рахмет. Бұл компанияға келгенім Сымбаттың арқасында, әрине оның машина алған ең біріншісі маған жаңа мотивация беріп осында жұмысқа келгенім. Ондай машинаны бізде тұтамыз деген ойдамыз. Давайте. Ең алғашқа түсіп жатқан ақшам 201 мың. Классно, қыздар. Ондай жұмысты барлығында жасай аласыңдар. Әрбір 21 күнде. Әрине. Өте қуаныштымыз. Давайте. Тек алға, Сәуле апай. Бриллиант болыңыз. Әмин.